Мұзафар Әлімбаев атындағы мектепте өңірімізге еңбегі сіңген қайраткер Оралбек Қожановтың рухына арнап мектеп оқушылары арасында волейболдан турнир өтті. Оған қаламыздың барлық мектептерінің 7 және 8 сынып оқушылары қатысты. Тартысты ойынды тамашалап қайтқан тілші әңгімесінде. Қоғам қайраткері Оралбек Қожановтың есімі ертіс өңірі тұрғындарына жақсы таныс. Ақсу ауылдық аймағына қарасты Гризновка ауылында дүниеге келген. 1960 жылы Семей малдәрігерлік институтын тәмамдап, еңбек жолын жас маман болып бастайды. Сол уақыттан ел игілігі үшін түрлі қызметте еңбек етті. Марқұмның рухына арнап бүгін волейболдан турнир ұйымдастырылды. Турнир енді әкейді еске алған турнир. Әкейді енді жан-жақты адам болды. Енді жас маманнан бастап қызметті болғыштағы ең жоғары қызметке дейін жетті. Атқарушы комитеттің төрағасы болды. Спортты өте жақсы көретін әкем. Қыста лыжы тебетін, шахматты жақсы ойнайтын. Бүгінгі өткен тартысты ойынға қаламыздың 7 және 8 сынып оқушыларынан құрылған барлығы 46 команда қатысты. Бұл мақсат оқушыларды спортқа баулу. Қазіргі таңда бізде жалпы 46 команда қатысып отыр. Оның ішінде 25 команда ұлдар, 21 команда қыздар. Сапасы жағынан айтсақ, беделі үлкен, ойын өте қызу, тартысты отыр. Барлық балаларға өте ұнайды. Және мұн жерде айтып өткім келеді, бұл бапкерлердің салған еңбегінде айтып болады. Өйткені олар жұмыстан тыс қалып, осы балалардың шәкірттерін дайындап, соның жемісін қазір көріп отыр. Турнир өңірде алғашқы рет ұйымдастырылып отыр. Қалалық спорт бөлімі енді волейбол ойындарын жыл сайын өткізбек. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.